Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз костюм құрастырудағы ерекше өз киімнің фасонын модельдеу. Жалпы киімді модельдеу дегеніміз не? Киімнің сыртқы түрін, пішінін, құрылымын, силуетін, сәндік элементтерін жобалау процесі болып табылады. Яғни бұл процесс киімнің эстетикалық, практикалық және техникалық талаптарына көркем әрі әдемі болуын қамтамасыз етеді. Ең алғашқы бізге киімді модельдеудің негізгі кезеңдерін жақсап түсініп алайық. Бірінші киімді модельдеуден бұрын идеямен шабыт. Яғни дизайнер өзінің белгілі бір тақырыбын алып, сол тақырыпқа ізденіс, зерттеу жұмыстарын жасап, одан кейін оның қай бағытқа тән екенін түсініп, зерттеу жасап алады. Модельер дизайнер сән тенденцияларын, маусым ерекшеліктерін, тапсырыс берушінің қалауын ескеріп, болашақ киімнің стилін ойлап шығарады. Келесі кезең бізде эскиз жасау. Киімнің сыртқы келбетін қағазда немесе цифрлық түрде бейнелейді. Эскиз бізде көркем эскиз салу және де техникалық эскиз салу болып бөлінеді. Техникалық эскизде дизайнер барынша тігістерді, бүкпелерді, жең түрін нақты әрі түсінікті түрде беру керек. Көркем эскизде оны түстермен, әртүрлі бояғыш құралдармен бояп, әдемілеп, көркем түрде көрсете алады. Келесі кезең бізде материал таңдау. Модельге сай мата, тігін бұйымдары және де әшекейлерді таңдайды. Яғни дизайнер өзінің стиліне, бағытына сәйкес мата түрлері де өзгеріске ұшырайды. Келесі бізде конструкциялық модельдеу. Киімнің нақты пішімін жасау. Бұған базалық пішімді өзгерту жатады. Яғни бүкіл киімді модельдеу бірінші болып конструкциялық базалық пішімді өзгертуден басталады. Бізге модельдеу үшін базалық лекал болуы шарт. Заманауи және дәстүрлі модельдеу болып, қазіргі таңда модельдеу екі түрге бөлінеді. Заманауи модельдеу дегеніміз ол тікелей компьютер арқылы, компьютерный программалар арқылы жасалған модельдеу болып табылады. Міне экранда көріп тұрғандарыңыздай программада жасалып жатқан үст киім нымшаның модельдеуі. Мына жақта қарасаңыздар, нымшаны бірнеше бөліктерге бөліп, бүкпелерін өзгертіп, оған көркем сызықтарды қосып, киім өзгеріске ұшырап отыр. Сонымен қатар киімді заманауи модельдеуде мына программалар қолданылады. Біріншісі Marvelous, Claude 3, Style 3 және де 3D Max. Бұл киімді модельдеу уақытты үнемдейді. Сонымен қатар болашақ киімнің қалай шығуына дейін көрсетіп бере алады. Яғни сізде ноутбугыңыз бар болса, осы ноутбугыңызға осы әртүрлі 3D программаларды установка ету арқылы біз компьютерный программада модельдеуді шығара аламыз екен. Сонымен қатар дәстүрлі киімді модельдеу. Дәстүрлі киімді модельдеу дегеніміз экранда көріп тұрғандарыңыздай қағазда, дәптер парақтарында және де түрлі түсті қағаздарда жүзеге асырылады. Бұл дәстүрлі киімді модельдеу бұрыннан келе жатқан әдіс болып табылады. Яғни бірінші болып қағазда бүкіл конструкциялық шешімдермен есептеліп, базалық лекалды шығарып аламыз. Одан кейін барып киімнің фасонына қарай осы модельдеу арқылы шығарған қағазымызды біз қағаздан сәтті шыққан кейін модельдеуін біз матада еркін қолдана аламыз. Бұл әдістің тиімді жағы студенттер қолдың моторикасын дамытады және де киімнің сәтті шығуына 80%-ға дейін өзінің үлесін қосады. Енді тапсырма бойынша студенттер дәптердегі бір ячейканы екіге бөлу арқылы 4-1 есеппен шығарады. Мысалы, бір ячейкамызда 2 см
тура сол әдіспен әрі қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дегендей осы сантиметрмен есептеп алады. Енді мына жақ бөлікте біз базалық конструкцияны шығарған болатынбыз. Бұл базалық конструкция 44-ші размерге сәйкес келеді. Яғни біз 6 сантиметрді 3 ячейка етіп есептейміз. Жаңағы алдыңғы бөлімде түсіндіргендей 6 сантиметр оңға қарай сызбаламыз. Және де 6 сантиметрден ары қарай 12 сантиметр иықты шығарып алдық. Одан төмен қарай біз мына астқы бөлікке дейін екіге бөліп 20 сантиметрден біз конструкциямызды кеуде бөліктен екіге бөліп алдық. Сонымен қатар сол жақ бөліктен оң жақ бөлікке 9 сантиметрді жүріп, жоғарға қарай біз 5 ячейка жоғарға шығып, бүкпе сызығын тауып алдық. Бүкпе бізде оң жаққа 1 сантиметр, сол жаққа 1 сантиметр алынады. Біз иық бөлікті шығарып болғаннан кейін қолтық ойындысын әдемілеп, көкірек сызығынан 4 сантиметр жоғарға шығып, қолтықты анықтап аламыз екен. Енді студенттерге тапсырма. Әйел денесінің өлшемін алып, 44, 46, 48 размерлерде кеуденің базалық конструкциясын құрастырып шығару керек.